Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте керемет болып шығатын табиғи өз қолымыздан шыққан творогтарды жасап үйренетін боламыз. Видеоны толықтай көрсеңіздер, барлығы түсінікті болады. Жасалу жолы мүлдем қиын емес, тек сүт пен айран болса болды. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, барлығы түсінікті. Ең алдымен осылай сүтімізді пісіріп аламыз. Піспеген сүт болса, осылай пісіріп, қайнап тұрған сүттің үстіне айранымызды құятын боламыз. Сіздерге міне бұл жерде сүтіміз пісіп шықты. Енді осы пісіп қайнап тұрған сүттің үстіне айранымызды құятын боламыз. Сіздерге көп мөлшерде творог керек болса, сүтіңіз бен айраныңызды көбейтіп істей бересіздер. Міне айранымызды қосып жатырмыз. Егер де аз мөлшерде творог керек болса, жасауға қорқып жүрсеңіз, ең бірінші 1 литр сүтке 1 литр айранды құйып жасап көріңіз. Міне айранымызды құйған соң өзі творогқа айнала бастайды. Осыны бір қайнатып алуымыз керек. Егер сіздерге творогтың қаттылау түрі керек болса, көбірек кезіп қайнатасыздар. Ал егерде жұмсақтау, сондай тез еритін сондай творог керек болса, бір қайнағаны жетеді. Міне қарап тұрсаңыздар, біздің уже творогымыз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде өз қолдарыңызбен осылай жасап көріңіздер. Енді осы дайын болған творогтарымызды бір шетке алып, суытып қоямыз. Газдың астын өшіріп, немесе сыртқа шығарып, немесе салқын жерге қойып, суытып аламыз. Өзімізге ыңғайлы болуы үшін. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Мен сіздермен үнемі өзім жасап отыратын керемет рецепттердің барлығымен бөлісіп отыратын боламын. Енді суыған творогымызды алып, осылай марлы немесе осындай маталарыңызды, сөгілеріңізді жақсылап жуып алып, осылай сүзіп алатын боламыз творогтарымызды. Барлығын жақсылап осылай сүзіп, қалған суында сығып, бір бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Осылай барлығын істеп болған соң творогтарыңыз дайын болады. Бұны жай күйінде шекер салып жіберсеңіздер де болады. Немесе творогпен неше түрлі запеканкалерді пісірсеңіздер де болады. Өте түрлері көп. Сырники жасасаңыздар да болады. Жасап тоңазтыққа салып тастасаңыздар да болады. Жай өзін қойып қойсаңыздар да тұра береді. Каналымда творожный пирогтың рецепті бар. Көріп істесеңіздер де болады. Жасалу жолы өте оңай, аса қатты қиын емес. Кіріп көріп жасап көрсеңіздер болады. Астына ссылкасын тастап кетем. Описаниеден сол жерден көріп алсаңыздар болады. Менің рецептім ұнаған болса, астына комментарийға жаза кетіңіздер. Және алда қандай рецептте сіздер не жасай алмай жүрсеңіздер, комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Мен барлығын көремін, оқитын боламын. Міне біздің творогымыз дайын, өте керемет болып шықты. Бұған жай ғана бір тарелкаға салып, азырақ творогты өзіңіз жейтін мөлшерде шекер мен қаймақты салып, араластырып жесеңіздер өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де жақын жандарыңызбен осы видеоны бөлісіп отырыңыздар. Өз қолыңызбен жасаған табиғи өнімге ешқандай өнім жетпейді. Менің инстаграм парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айтгүл.